Мен Боранбайдан Черіңді ұлан. Біздер Бүбікзай бақшасынан тәрбие өсісімін. Жасым 4-те. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп, бүгін біз қазақтың ұлттық аспабы домбыраның қалай жасалуын зерттеу мақсатында домбыра шеберханасына келдік. Олай болса, бірге тамашалайық. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Келе ғой балақай. Келе ғой, кел. Есімің кім болар? Атың кім? Сантер. Бәрекелді. Не арманың бар, не мақсатың бар? Домбыра жайында білгің келе ма? Сұрақтарың болса қоя отыр. Не жайында білгің келеді? Көке, домбыраны қалай ағашқа жасайсың? Өте керемет сұрақ балақай. Домбыраны негізінде жеміс тұқымдас ағаштардан жасаған жақсы болады. Қатты тұқымдас ағаштардан. Бұл домбыраны жалпы көбінесе өзіміздің жергілікті ағаштардан тұтынып жасаймыз. Мысал үшін айтатын болсақ, жаңғақ ағашы, алма, өрік ағаштарынан жақсы болады. Жергілікті қарағаш, терек ағаштарынан жасаймыз. Көке, домбыра жаюды үйретіңізші. Жалпы негізінде домбыра құралып жасалады. Бұл домбыраның аты құрама домбыра деп аталады. Мойын ағашынан бастап жасаймыз. Оны мойын ағашы дейді, одан кейін бас ағашын дайындаймыз. Шанағы дейді, шанақтарын пешке, арнайы пештерге қыздырып иеміз. Сөйтіп құраймыз, оны құрап болған бет ағашын жабыстырамыз. Одан кейін пернесі дейді, бет пернесін жабыстырамыз. Содан кейін мына жерге ою салынады, оюдан кейін тазаланады, әрлеу жұмыстары жүреді. Содан кейін барып дыбысын шығарамыз. Өскен кезінде мен де домбыра жасаушы боламын. Бәрекелді. Өскен кезде кел маған, арнайы мен саған домбыра жасауды үйрететін боламын. Жарайды. Ал Жансерік, бұл домбыраның бас ағашы деп аталады. Осын сен егеп жатырсың қазір. Егеп, өзің түр сипатын кетіріп жатырсың домбыраның. Молодец. Жансерік інім, талабыңа нұр жаусын, өскенде мен сияқты домбыра жасау шебері бол деген мақсатта мен саған домбыра сыйламақпын. Шебер бол, күйші бол. Рахмет. Саған да рахмет. Осылайына келіп, домбыраның қалай жасалу барысын үйреніп тұр балақай. Жарайсың. Жадырайды жанымыз, өзің барда домбыра, тәнежігіл бағымыз. Домбыраның önünden әуезді әнге салайық. Мерекені тойлатып, жұлдыздай сарайық.